Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Менің есімім Қабдешев Жамбыл. Бүгін біздер мат сауаттылықтан дәреженің соңғы цифрын анықтау атты тақырыбын қарастыратын боламыз. Ендеше 10 есеп қарастырайық бүгінше. Жалпы әрбір осы математикалық сауаттылыққа, әрбір тақырыпқа 10 есеп қарастырамыз деген жоспарда бар. Енді бірінші 3-тің 10 дәрежесі қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз дейді. Осы 3-тің 10 дәрежесін таппастан бұрын мынадай ереже бар. Осыны мұқият жаттап алайық. Бұл ереже әрбір осындай дәрежелі есепке пайдаланамыз. Бірінші 3-тің 1 дәрежесін қарайық. Бізге берілген сан 3 болса, демек 3-тің 1 дәрежесін қарайық. 3-тің 1 дәрежесі 3-пен аяқталады. 3-тің 2 дәрежесі 9-пен аяқталады. 3-тің 3 дәрежесі 27-мен, бізге бірақ 7 керек, соңғы цифры. 3-тің 4 дәрежесі 7-ні 3-ке бөлсек 1-мен аяқталады соңғы. 3-тің 5 дәрежесі қайтадан 3-пен аяқталады. Яғни периоды 4 екені бізде. Әрбір 4 дәреже сайын қайталана береді екен. 3-тің 6 дәрежесі 9-бен аяқталады. Осылай кете береді екен. Енді біздер периодын анықтап алдық. Енді не істейміз? Осы 3-тің 10 дәрежесі осы тұрған 10-ды периодына бөлеміз. Яғни 4-ке бөлеміз. 10-ды 4-ке бөлген кезде 2-ден береміз. Сол кезде 8 болады. 10-нан 8 айтсақ 2. Яғни 2 қалдық. Енді қараңдар. Осы әрбір 4 дәреже сайын қайталанып тұр ғой. Егер қалдық 1-мен аяқталса, онда бірінші дәреже 3-пен ақталады екен. Егер қалдық 2 болса, онда екінші дәреже, қалдық 3 болса, үшінші дәреже, қалдық 0 болса, егер қалдық қалмаса, онда 4-ші дәрежедегі санмен аяқталады екен. Біздерде қалдық 2 қалып тұр, демек 3-тің 10 дәрежесі соңғы цифры 9-бен аяқталады екен. Калькулятормен 3-ті 10 рет көбейтіп, осылай тексеріп көрсеңдер, көптен сан шығады, бірақ соңы 9-бен аяқталады. Енді келесі 2-нің 25 дәрежесі қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз дейді. 2-нің 1 дәрежесі 2-ге тең, 2-нің 2 дәрежесі 4-ге тең, 2-нің 3 дәрежесі 8-ге тең, 2-нің 4 дәрежесі 8-2 көбейтсек 16, 6-сын жасамыз, 1 керек емес. 2-нің 5 дәрежесі 6-ны 2 көбейтеміз, 12, соңғы дәрежесі ғой, 2-мен аяқталады. Демек, қайтадан 2 басталып тұр, осы жерден тоқтаймыз. Демек, периоды 4, яғни әрбір 4 дәреже сайын қайталана береді екен. Енді не істейміз? 2-нің 25 дәрежесі, мына 25 дәрежені периодқа бөлеміз. 25 бөлеміз 4-ке. 25 4-ке бөлу үшін 6-дан берім 24. 1 қалдық қалды. 1 қалдық қалса, бізде бірінші тұрған сан, яғни бірінші дәреже. 2 қалдық қалса 2, 3 қалдық қалса 8, 0 қалдық қалса 6-мен аяқталады дейді. Бізге бірақ 1 қалдық қалды, демек 2-нің 25 дәрежесі 2-мен аяқталады екен. Келесі мынадай болсашы, 9-ның 1994 саны. Бізге неше дәреже болса да қорықпау керек. Кеттік. 9-ның 1-ші дәрежесі 9-бен аяқталады. 9-ның 2-ші дәрежесі 1-мен аяқталады. 9-ның 3-ші дәрежесі қайтадан 9-бен аяқталады. Бұның периоды 2 екен. Енді істейміз. 9-ның 1994 дәрежесі тең болады. Осы 1994-ті бөлеміз 2-ге. Бірінші 19-9-дан берім 18 болады. 1, 19, қайттан 9-дан берім 19, 18, мұнда 1, 4, 7, 14. 0 қалдық, енді қараңдар. Бірінші 1 қалдық қалса 9-бен аяқталады, 0 қалдық қалса, яғни соңында тұрған дәреже бар ғой, периодтағы ең соңғы тұрған, сол 0 қалдық қалса сол сан болады екен. Демек 9-ның 1994 дәрежесі 1-мен аяқталады екен. Кеттік келесі
17-нің 17 дәреже. Енді 2 таңбалы сан болса не істейміз? 2 таңбалы сан болса да бізге соңғы цифры аяқталатын цифры керек болғандықтан 7-ні қарастыра береміз. 7-нің 1 дәрежесі 7-мен аяқталады. 7-нің 2 дәрежесі 49, 9-бен аяқталады. 7-нің 3 дәрежесі 63, 3-пен аяқталады. 7-нің 4 дәрежесі 3-ті 7-ге көбейтсек 1-мен аяқталады. 7-нің 5 дәрежесі қайтадан 7-мен аяқталады. Демек, периоды 4 екен. Қисық жазып отырмын ба? Енді 17-нің 17 дәрежесі тең болады екен. 17-ні бөлеміз 4-ке. 4-тен бірім 16, 1. Яғни 1 қалдық қалды. Демек, 1 қалдық қалса 7-мен аяқталады. 17-нің 17 дәрежесі 7-мен. 2 қалдық қалса 9-бен аяқталады. 3 қалдық қалса 3-бен аяқталады. 0 қалдық қалса 1-мен аяқталады. Яғни, периодындағы ең соңғы сан қалдықсыз шықса, сол сан болады екен. Кеттік келесі. 1982-нің 1982 саны қандай цифрмен аяқталады дейді. Бұдан қорықпаймыз. 2-нің 1 дәрежесі 2-ге тең. 2-нің 2 дәрежесі 4-ге. 2-нің 3 дәрежесі 8-ге. 2-нің 4 дәрежесі 6-ға. 2-нің 5 дәрежесі 2-мен аяқталады. Демек, период 4. 1982-ні бөлемін 4-ке. Мына жерде қарайық. 19, так, ал 5-тен берсем асып кетеді. 4-тен берейін, 16, 3 қалады, 38. 5-тен 8-ден берсем, 9-дан берсем 36, 2, 2-ні түсірем, 5-тен берейін, 20. 2 қалдық. 2 қалдық қалса бізде 4-пен аяқталады екен. Демек, 1982-нің 1982 дәрежесі 4-пен аяқталады екен. Келесі. 8-дің 2-нің 3 дәрежесі. 8-дің 1 дәрежесі 8-пен, 8-дің 2 дәрежесі 64, 4-пен аяқталады. 8-дің 3 дәрежесі 2-мен аяқталады. 8-дің 4 дәрежесі 6-мен аяқталады. 8-дің 5 дәрежесі 8-мен аяқталады қайтадан. Демек, бұнда да периоды 4. 2003-ті бөлеміз 4-ке. 25, 20, 0, 0, 0, 3 түсіреміз. 3 қалдық. Демек, 3 қалдық. 3 қалдық болса, болады екен 2. 8-дің 3 дәрежесі, 2-нің 3 дәрежесі аяқталады 2-мен. Енді келесі 7-ші есеп. 94-тің 6 дәрежесі. Бірінші 4-тің дәрежелерін қарастырайық. 4-тің 1 дәрежесі 4-ге тең. 4-тің 2 дәрежесі 16, 6-ға тең. 4-тің 3 дәрежесі қайтадан 4-ке тең. Демек, периоды 2 екен. Енді осыны 6-ны бөлеміз. Периоды 2. 6-ны 2-ке бөлсек, қалдықсыз шығатыны белгілі. Демек, бізде аяқталады екен 6-ға. 6-ға аяқталады. Қосамын. 76-ның 6 дәрежесі. 6-ны неше рет көбейтсек де бәрібір 6 шығады. Мысалы, 6-ны 6-ға көбейтсек 36, 36-ны 6-ға көбейтсек бәрі соңында 6 шығады. Демек, 6-ның неше дәрежесі болса да, соңғы цифры 6-мен аяқталады. 1-ді неше дәрежесі болса да, соңғы цифры 1-мен аяқталады. Енді 6 мен 6-ны қоссақ 12, оған 1-ді қоссақ 13. Демек, соңғы цифры 3. Есеп шықты. Келесі. 2005-тің 6 дәрежесі. Бұл да 6-ның дәрежесіндегі ереже қолданылады болғанда. 5-ті 5-ке көбейтсең 25, оны 5-ке көбейтсең қайтадан 5 шығады. Демек, соңғы цифры 5-тің неше дәрежесі болса да 5-пен аяқтала береді. 6-ны соңғы цифры 6-мен аяқталады. 7-ні қарастырайық. 2007-тегі 7. 7-дің 1 дәрежесі 7,
7-нің 2 дәрежесі 49, 9, 7-нің 3 дәрежесі 3, 7-нің 4 дәрежесі 1, 7-нің 5 дәрежесі 7, период 4. 6-ны бөлемін 4-ке, 1, 2 қалдық қалады. Демек, бұның аяқталады 9-ға. Соңғы цифры 9-бен аяқталады. Енді қосайық, 5 пен 6-ны қоссақ 11, 11-ге 9 қоссақ 20, 20-ның соңғы цифры 0. Демек, мына сан 0-мен аяқталады. Енді мына жерде, мына бәріңіз білетін шығарсыздар, мынау 5-пен аяқталады, мынау 5-пен аяқталады, мынау 5-пен аяқталады. Тең болады 15, бұл 5-пен аяқталады. Келесі 10 есеп. 19-ның 79 дәрежесі 18-дің 79 дәрежесін азайтады. Айырмасы. Енді 9-ның 1 дәрежесі 9, 9-ның 2 дәрежесі 81, 1, 9-ның 3 дәрежесі қайтадан 9. Периоды 2. Енді 79-ды бөлек 2-ге. 3-тен берейін. 6, 1, 19, 9, 18, 1 қалдық. 1 қалдық қалса 9 екен. 9 азайту жазып қойын. Енді 18-дің 79 дәрежесі. 8-дің 1 дәрежесі 8, 8-дің 2 дәрежесі 64, 4, 8-дің 3 дәрежесі 2, 8-дің 4 дәрежесі 6, 8-дің 5 дәрежесі қайтадан 8. Демек, периоды 4. 79-ды бөлеміз 4-ке. 1-ден берейін. 4, 3, 39. Так, бұған 9-дан берсем 36 болады. 3 қалдық. 3 қалдық қалса, демек 2-мен аяқталады. 9-дан 2-ні азайтсақ 7. Демек, бұл есеп 7-мен аяқталады екен. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Қабдешов Жамбыл. Келесі сабақта осылай матсауаттылықтың осы ұбт-да келетін ең қиын тақырыптарын, ең қиын есептерін талдайтын боламыз. Каналға тіркеліп кетіңіздер.